Allahu Akbar, Allahu Akbar. Алла Таала ел шығып жібергеннен кейін адамдарға Құранды сөйлейді. Адамдардан маған еш нәрсе керек жоқ дейді. Маған адамдардан керек нәрсе тек бірақ нәрсе. Ол не деген кезде? Илля ман шаа аяттахиза иля раббихи сабила. Мен ескертіп жатқан кезде біреу тұрып, мен сендім. Мен мұсылманмын енді. Міне мен иман келтірдім. Маған міндеттерімді айтыңызшы, Аллахтың елшісі деп отқан кезде, Раббысына қарай жол тапса бір адам, сол дейді, болды. Басқа ештеңе керек жоқ дейді маған. Соқтан сіз арқылы да бір адам Алланың қалауымен сізге жолығып, сізді танысқаннан кейін бір намаз бастап атса, жаңағы Али радиаллаху анхуге айтқандай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, «Лиан яхди Аллаху бика раджулан вахидан хойрун лака минад дуния ва ма фиха» дейді. Ей Али, сен арқылы Алла Тағала бір адамды тура жолға салса, ол саған мына бүкіл дүниеден қайырлы дейді. Күллі дүние, ол дүние дегенде, ол анау Адам алейхиссаламнан бастап қияметке дейін мына дүниенің қазынасы келе жатыр ғой. Осының барлығынан сен үшін қайырлы болады дейді қиямет күні. Көресің дейді. Сонда бір адамның тура жолға келуі, бір адамның тура жолға келуі деген, бүкіл дүние жетпейді екен ғой оған. Өзіңіз ойлаңыз қандай нәрсе. Ол кісі барып сіздің таразыңызға түсіреді. Негізі оны тура жолға салған Алла. Бірақ сізбен кездесіп қалғаннан кейін, мәмілеңіз дұрыс болғаннан кейін, уайымыңыз, кітап тауып беріп, уақыт тауып дегендей нәрсе болған. Сондай нәрсені істеп таразыңызға салады соны. Ал егер ол керемет тақуа болса ертең. Ойлаңыз ба? Сондай нәрсеге қызығу керекпіз біз. Адамдардан бізге ештеңе керек жоқ. Намаз оқып кетсе болды. Болды. Иманны, намазын оқып, өзінің жаңағы оразасын ұстап кетіп жатса, міне біздің көзімізге жас беретін нәрсе осы болу керек. Басқа керек жоқ бізге. Сол нәрсе бізде жүректе дұрыс жұмыс жасау керек та. Соқтан біреу намаз оқыған, намаз оқып бастадым деген бірін бас көріп қалдыңыз ба? Бірден ана асханаға апарып, қуанышты қылыңыз ананы. Бастадың ба? Жарайды онда. Негіз баяғыда бастау керек еді деп бізде сондай нәрсе болып жатады бізде. Бір өзің тура жолға түскен сияқтысың да, тура жолға өзің келіп, бұларда неге жүр дегендей айтып жүрген сияқтысың. Ұтып кеттік, Алла Тағала бізді тура жолға салған. Өзіңге болған сияқты болып қалуымыз мүмкін қара мінезде. Көрдің ба? Қуандыр оны. Көрдіңіз ба? Сондай жүрген әжек дүкенге апарып бір кітап алып бере сал, бір жай намаз. Сезіндір керемет нәрсе болып отқанда. Имран ибн Хайсан деген жаңағы Хусайн деген мысалы сахаба, әкесі жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қасына келіп, олар Дарул Арқамда отырады. Имран андай бұрышта отырады, әкесіне күнде айтады, әкесі енді тыңдамайды. Мен осы дінімде бола беремін дейді. Соған қиналып жүреді ана бала. Сөйтіп сол әкесі бір күні кіріп келеді жаңағы Дарул Арқамға. Оны жаңағы мүшриктің дөкейлері жібереді. Сен барып бірдеңе айтсашы. Сен бізбен болсаң барып бірдеңе айтсашы енді деп. Сосын бірдеңе айтуға келгенмен пайғамбарымыз оның сөзін тыңдап, сөйтіп өзінің бір-екі ауыз сөзін айтып жіберген кезде, сөйтіп жаңағы иманға келеді ғой, жаңағы кісі. Сонда ана жақта отырған баласы жүгіріп барып, аяғынан бастап сүйіп шығады ғой әкесін. Сонда қараңыз, бір адамның намазға келуінің өзі ол сізді жылататын нәрсе болу керек та. Жылататын нәрсе сол. Ақша жағында бір тапқан кезде сіз